Кризис басталып кетіп, Қожекең үйінде жалғыз қойы бар екен, қоздайынан асыраған. Сон базарға сатуға алып барған ғой. Базардан кіре беріш жерде алдынан делдал шыққап, Қожеке, ассалаумағалейкум, әкеңіз қойды өзіміз-ақ сатып береміз деп ақ қойыпты. Қожекең аңтаң үсті бас шаң-шаң андында жерде отырса, делдал базарды көшіріп айқайлап жатыр дейді. Халайық, міне саған қой деп Қожекең қойын айт деп. Ана жерде аукцион болып отқан ғой, 20 мың, 22 мың қалам, 23 мың қалам, 24 мың қалам деп. Потолок 30 мыңға барған кезде Қожекең делдалдан қойын ап қойып, айналайын, делдал әке қойды өзімде саталам деп. Болмағаннан кейін делдал халықты айнытып жатыр дейді. Ойбай, мынау немене бәле? Қожекең қой ауру ма, бас салбырап тұр ғой деген ғой. Сөйтсе Қожекең айтады дейді, бас салбырап тұрса немене? Қойым базарға бірінші рет келіп тұр, ұялып тұрған шығар деп. Бір ағамыздың жасы 40-та екен да, тәуіпке барыпты. Тәуіп мен жасым 40-та, осы кезге дейін тапқан берекесі жоқ, бір тиын бек тиын болмады депті. Сөйтсе тәуіп айтты, сен 40-тасың ба? 50-ге дейін шыда деп. Анау қуанып кетіп, 50-ден кейін байып кетемін, сен жоқ ой, осы өмірге үйреніп қаласың деп айтады дейді. Бір генералдың баласы минаны балғамен ұрып отыр дейді, бомбаны. Сөйтсе біреу атып тұрады, не істеп болсын? Жарылып кетеді ғой, жарылса жарлап берсін, үйде тағы бар деп айтады дейді. Өзбек пен қазақ көріс тұрады екен. Сөйтсе қазақ кекіріп шыққан ғой әбетте. Сонымен өзбек сұрады, қазақ кекіретіндей не жеп шықтың деп. Сөйтсе қазақ айтады дейді, күріш деп. Сонымен өзбек айтты, солда тамақ болып ба? Өзбек өзің не жеп шықтың десе, өзбек айтты, мен палау жедім. Артынан көк шай іштім десе, қазақ айтады дейді, онда сенікі де күріш болған екен ғой деп. Та қазақ пен өзбек сәсет көрші. Өзбектің қорасында помидор, бәдіре, қауын, қарбыз, бәрі клубника пісіп тұр. Қазақтың қорасында тап-тақыр іштеме жоқ, 2 өгізі бар екен да. Әбеттің кезі ұйықтап жатыр қазақ. Өзбек қорасында жүрсе, қазақтың бір өгізі босанып кетіп, мен қорасында шөп жоқ қана, өзбектің қорасын қиратып, ішіндегі помидорларын жеп, клубниканың үстіне аунап жатыр дейді да. Сөйтіп өзбек өгізге шамасы келмейді, қораның төбесінен шығып, қазақ деп айқайлапты. Қазақ деп, қазақ шығып, не болды айқайлап соншама, не болды? Ойбай, өгізің даса жаздайғы пенет құртты ғой деп. Сөйтсе қазақ тұра тұр депті да, үйіне кіріп кетіп жүгіріп. Үйінен қамшап шығып, анау анаяқта жүрген өгізіміз үйдің алдында өгіз сабап жатыр дейді жаңа. Одан ең бір ананас ай десе, босанып кетсе, бұл одан жаман деп. Сонымен бір өгізді соғым сойып жіберген ғой, жоқ өгіз. Бір жалғыз өгіз қалды. Bir gün ögüz tağda bozam ki, özbektin qorası tağırıp ketdi. Soň özbek aytdı Qazaqqa, bunda mene bele, qayta-qayta ögüzün bir emes, iki emes qoran ber bıçın çıkarıp koy dep. Süýçü Qazaq aytdy deydi. Osu senderin tawuklaryň üý jaga turup ketse de ündemeymiz go dep aytady deydi. Bir jigit aytady deydi, men hazırda an çıgarıp жүрüm dep. Qoy qaşandan beri kompozitör bolup ketkesin ba dese, ana jigit aytady deydi. Ya, keşe anның birinchi kupletini endi aytып bolsam, radiodan ikinchi kupletini aytып atırdı. Bir qiz Almatyga birinchi ret kepti da. Kele sal bir taksofonga borib aytadi deydi. Apay magan ishkim ısgandagyn jok ba der. Bir güni bir jigitden sorapti. Bawrumuz sen uylengesin ba dese, ana jigit aytadi deydi. Türmöz sonday deydi. Bir jigitten sorap жатыр, бауырымыз sen маған айтшы, ана суда жүретін балықтар неғып сөйлемейді десе, ана бала айтады дейді, көріріп сен басың суға тықпайса сөйлеген деп. Шал алтын балық ұстап алған ғой, шал. Сөйтсе алтын балық айтты, шал мен жібер, сен үштілең орындайын деп. Үштілең орындайын деген ғой. Сөйтсе шал айтты, балығы көп миды ашта берме деп, аузына алтын салдырып алды.